Мүгедектер санатына қатысты заңға өзгертулер енгізу керек. Жарымжан балалардың ата-аналары мәселе көтерді. Олардың айтуынша мүмкіндігі шектеулі балалардың ем-дом алуына бірқатар кедергілер бар. Павлодарға келген мәжіліс депутаттары Нұр Отан партиясының кедергісіз келешек бағдарламасы аясында мүгедек бала тәрбиелеп отырған аналармен кездесті. Шара барысында балаларды оңалту орталықтарының жетіспеушілігін, дәрі-дәрмектің тым қымбат екенін айтып шағымданғандар көп болды. Сондай-ақ психикалық ауытқуы бар балаларды мүгедектер санатына енгізу жайы да көтерілді. Халатность медицинской системы. Балалар мүгедектігінің 99% дәрігерлердің жауапсыздығы мен кінәсінен болады. Менің де балаларым түрлі ауруға шалдыққан, ал оларды емдейтін оңалту орталықтары аз. Аналардың мұңын тыңдаған мәжіліс депутаттары проблемаларды шешу бойынша шаралар қабылданатынын жеткізді. Бізге көптеген аналар өз шағымдарын жеткізді. Соның ішінде бір балаға дәрігерлер дұрыс диагноз қоя алмаған, ал анасы дәрігерлерді сотқа беріпті. Бұл әрине қиын жағдай. Бастысы баланың сауығып кетуі бәріміз үшін маңызды. Мұнан соң депутаттар аймақтағы Павлодар ауданына барып, аграрлық колледждің студенттермен де кездесті. Бұған дейін колледж студенттері жатақханаларының суық екенін айтып шағымданған болатын. Парламент өкілдері оқу орталығының жатақханасы мен жылу қазандығымен де танысып, студенттердің хал жағдайын білді. Білім алушы жастар қазір мәселелердің шешілгенін жеткізді. Бүгінгі күні жылу қазандығындағы температура қалыпты деңгейде екенін көрдік. Екі бірдей қазандық жұмыс істеп тұр. Қосымша тағы 2 қазандық бар. Көмір қоры жеткілікті. Сондықтан жылумен проблема жоқ.